Сәлем достар, бүгін мен сендерге замурованный в стене киносы туралы қысқаша айтып беретін боламын. Кішкентай қыз қараңғы бетоннан жасалған шығатын жері жоқ құдықта оянады. Ол қорқып айқайлайды, әкесін шақырады. Құдықтың ішіндегі тесіктерден цемент ерітінді аға бастайды. Ол құдықты толтыра бастайды. Қыз көмекке шақырып жатса да ешкім келмейді. 15 жыл өтеді. Саманта немесе жай ғана Сэм өзінің 25 жасын тойлап жатады. Онымен бірге коллегалары, сүйіктісі және әкесі. Оның әкесі отбасылық бизнесмен. Қирап тұрған үйлерді жарумен айналысады. Саманта әкесінің жолын қуғысы келеді. Ол тіпті сол мамандық бойынша колледж оқыған. Оның туған күніне сыйлық ретінде әкесі оған бір проект ұсынады. Сол проектті ойдағыдай бітірсе, оны өз фирмасына партнер ретінде алады. Қыз қуана келісіп, Жапан даладағы бетоннан жасалған үлкен ғимаратқа келеді. Ғимаратты бірнеше жыл бұрын атақты Малистраза есімді архитектор салған. Сэм ғимараттың проектісіне таң қалады. Холлда оны Мэри есімді ұсқыны біртүрлі әйел қарсы алады. Ол Сэмді өзінің баласымен таныстырады. Қасында үнемі иті жүреді. Саманта жұмыс кезінде осы ғимаратта қонатын болады. Мэри баласына Сэмге бөлмесін көрсет деп кетіп қалады. Оның баласы осы ғимараттың ережелерімен таныстырады. Ғимаратта темекі шегуге, крышаға шығуға және 8-ші этажға баруға болмайды. Самантаның бөлмесінде бұрын сол жерде тұрған тұрғындардың барлық заттары тұрады, тіпті суреттері де. Сэм сол жерден кішкентай қыздың суретін көреді. Әлгі 15 жыл бұрын бетонмен бірге құйылып кеткен қыз. Саманта өзінің сүйіктісімен сөйлесіп, ғимарат туралы айтады. Байланыс үзіліп кеткен соң, ол ваннаға түсуге кетеді. Ваннада судың астында жатқанда ол әлгі қыздың дауысын естиді. Ол Сэмді атымен шақырады. Қорқып кетіп ваннадан шығып кетеді. Бірақ оған оның даусы қабырғалардан шығып тұрғандай сезіледі. Ол ваннадан шыққанда Мэри оған кешкі ас әкеліп береді. Келесі күні ол жұмысына кіріседі. Сызбаларын сызып өлшеп жатқанда бір стенаның орны схема бойынша дұрыс салынбағанын байқайды. Мэри Самантаны осы ғимараттағы жалғыз көршісі үлкен апамен таныстырады. Жұмысын бітіріп ол ғимараттағы ережені бұзады. Ол 8-ші этажға барып крышаға шығады. Ол жақтан Джиммидің бөлмесін көреді. Ол күнделігіне Самантаны қалай аңдығанын жазғанын көреді. Сэм азық-түлік алуға дүкенге барады. Ол сатушыдан интернет бар ма деп сұрайды. Содан соң одан рұқсат сұрап интернеттен Малистраза ғимараты туралы іздегенде сұмдық құпияларды көреді. Оның үйінде стенаның арасынан адамдардың өліктері табылған. Ол әшкереленіп, полициялар келген кезде Малистразаның өліп жатқанын көреді. Үйге қайтар жолда ол Джиммиді кездестіреді. Сэм оған бәрін біліп алғанын айтады. Бірақ ол оған сен әлі ештеңе білмейсің дейді. Джимми кешке қарай Малистразаның бөлмесін көрсетемін дейді. Сэм келіседі. Сэм жұмысын жалғастырып кіреберістегі қабырғаға крест салады. Ол жерді жару үшін. Сол кезде оған қара нәсілді белгісіз бір кісі келіп, қолында балтасымен крест тұрған қабырғаны ұра береді. Шумның дауысын естіп, әлгі көрші үлкен апа қорқып қалған Сэмді бөлмесіне шақырып шай береді. Ол Малистраза туралы айтып береді. Саманта оның бөлмесінен архитектордың кітаптарын көреді. Бір кітабын білдіртпей сумкасына салып алады. Кітаптан ол ежелгі Египетте ғимараттың қабырғаларына адамдарды біріктіргенде олардың рухтары ғимаратқа беріліп жан бітеді деп ойлаған екен. Қыз кітапты оқып отырып Малистразада соған сенгенін біледі. Джимми Малистразаның бөлмесін көрсетуге келеді. Ол әлгі суреттегі кішкентай қыз туралы да айтады. Ол қызды қабырғаға бетонмен бірге құйып жіберген. Ақылды ит оны сезіп, Малистразаның бөлмесінен басқа да өліктердің иісін сезген. Оның ішінде Джиммидің әкесі де бар. Ол адамдар құйылған қабырғаны көрсетеді. Ол жерде Малистразаның да суреті болады. Саманта қараңғыда қорқып келе жатқанда Джиммидің фонаригі біртүрлі жанып сөніп, өзі көрінбей тұрады. Сэм әрең дегенде бөлмеден шығып жатқанда аяғы сүрініп, тізесін жарақаттап алады. Джимми оның жарақатын таңып жатқанда жайлап аяғын сипалай бастайды. Сэм бірден қарсы болады. Жігіт кетіп қалады. Саманта ваннаға бара жатқанда қабырғада тұрған айна қалтырап тұрғанын байқайды. Ол айнаны алып қалғанда қабырғадан қан ағып тұрады. Сэм қанға қарап тұрғанда қабырғадан қолдар шығып, оны ішіне тартып алады. Ол құдықтың ішінде есін жинайды. Тесіктерден бетон құймасы аға бастайды. Қанша айқайласа да ешкім естімей, құйма тола бастайды. Сэм шошып оянады. Бөлмесінде жүріп келе жатып ол қабырғадан қызыл кресті көреді, бірақ оны өзі салмаған. Сол сәтте қапталынан оның сүйіктісі қолында гүлімен атып шығады. Ол сюрприз жасағысы келген екен, ал Саманта ойын көтеретіндей жағдайда емес. Ол мистер Барнетті, қара нәсілді кісі, қызыл кресті сол кісі салып қорқытқысы келді деп ойлайды. Алайда Барнет ауру кісі, ондай тірліктерді жасайтын адам емес.
Сэм мен Питер қайтадан Малистразаның бөлмесіне келеді. Бөлмесінен Мэриді көреді. Ол күйеуі мен Джиммидің әкесі өлген жерде тұр екен. Мэри олармен сөйлесіп бәрі бітеді деп айтып жатады. Ол Сэм мен Питерді байқамайды. Мэри сөйлесіп болып бөлменің есігін жауып кетіп қалады. Сэм мен Питер бөлменің ішінде қалып қояды. Олар еденнен кішкентай люкті көреді. Саманта көп ойланбай сонда түседі. Питер ізінен жүреді. Біраз жүрген соң қыз кішкентай терезені көреді. Терезенің ар жағында өз бөлмесіндегі ваннаны көреді. Осы терезеден Джиммидің қарап жүргенін Сэм түсінеді. Олар ең астына дейін түсіп есікті көреді. Есікті ашып қалғанда Мэриді көреді. Ол қоқыс төгіп жатыр екен. Мэри оларды бөлмеден шығарады. Олар әңгімелесіп, Мэриді күйеуінің өлімінен кейін неге осы жерде тұрып жатқанын айтады да жас жұбайлар бөлмелеріне барады. Питер қызға бұл жерден кетіп саяхаттайық деп айтады. Қыз келіседі. Олар күні ертең кететін болады. Оған дейін төсекте махаббатпен айналысады. Оларды Джимми көреді. Сэм оның көріп тұрғанын сезеді. Таң ата олар бөлмесінен иттің өліп жатқанын көреді. Питер ол итті Джимми өлтірді деп ойлайды. Сэм бұл жерден кетпес бұрын Джиммимен сөйлесемін дейді. Джимми итті жерлеп жатқанда Сэм келіп сұрайды. Ол төрт аяқты досымды өлтіруге ешқашан дәтім бармас еді деп айтады. Сэм өз-өзіне келер емес. Ол үйдің документтерін конвертке салып әкесіне жібермекші, үйді жаруға жарылғыш заттар жіберу үшін. Джимми оған Малистразаның кітапшасына келеді. Онда қабырғаның неге дұрыс салынбаған және оның таза орны қай жер екені жазылған. Және осы ғимаратта ешкім білмейтін бөлме бар екен. Саманта ол бөлмені әлгі мусор тастаған жер деп ойлайды. Олар сол жерге барады, бірақ ол жер кіретін жері жоқ, бітеліп қалған екен. Джимми бір кезде таза ауа жұту үшін кетіп қалады. Бірнеше уақыттан соң Сэм мен Питер оны іздеп артынан барғанда жерден үлкен туннельді көреді. Сол туннельден Джиммидің даусы естіліп, ол аяғымды сындырып алдым деп айқайлайды. Сэм өзі түсемін деп шешеді. Питер оның арқанын ұстап тұрады. Төменге жетуге сәл қалғанда Питерді белгісіз біреу атып жібереді. Ол арқанды жіберіп қалғанда Сэм жерге құлап түседі. Ол есін жинағанда қасында қараңғы жерде біреу отырады. Шамды жағып қалғанда ол Малистразаның өзі екен. Ол Сэмге Джиммидің даусы жазылған магнитофонды көрсетеді. Ал Джиммидің өзі жоғарыда екен. Джимми оны өзі жақсы көретіндей, сен де мені жақсы көруің керек деп осылай істеген екен. Архитектор осы туннельде тұрып жатқанына 5000 күн болған екен. Бұл жерде қабырғадағы адамдар табылғаннан бері осында жасырынып жүрген екен. Басында ол бұл жерге өз еркімен келіп жүрген. Кейін оны Мэри күйеуінің өлтіргені үшін есігін таспен бітеп тастаған екен. Содан бері архитектор осы жерде қамалып отыр. Саманта осы жерде отырғанда Джимми үйдің документтерін үй жарғыштарға поштаға салып жібереді, ал машинаны суға батырып жібереді. Тұрғындар кетіп қалады, ал үйді жарғыштар келіп жаруға дайындалып жатады. Сэм рация арқылы Джиммиге оны жақсы көретінін айтып босатуын сұрайды. Бірақ жігіт оған сенбейді де үй жақын арада жарылады деп айтады. Малистраза оны естіп дайындала бастайды. Осы жерде жасырынып тұрған қабірді қазып, кнопканы басады да Самантаға өлтіруін сұрайды. Саманта оны өлтіргенде ол қабірге құлап, жан-жағынан бетон құймалары аға бастайды. Джимми әлі де өзінің істегеніне күмәнданып жүреді. Мэри оның істегенінің бәрін біліп, үй жарғыштарға ештеңе айтпа деп айтады. Соңғы сәтте Джимми шыдамай үй жарғыштарға тоқтатуын сұрайды. Ол туннельге барғанда Самантаның ес-түссіз жатқанын көреді. Самантаны әкесі мен оның достары да көреді. Джимми үмітін үзіп туннельдің ішіне секіріп кетеді де басы жарылып өліп қалады. Олар Самантаны шығарып жедел жәрдемге апарады, ал Мэриді тұтқындайды. Ал Малистразаның үйі өзі қалағандай әлі күнге дейін сол қалпында тұр. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.